Қайырлы күн. Әлем тарихында өзінің сұрапыл зұлматтығымен із қалдырған соғыс жеңіспен аяқталып, қазіргі таңда атулы мерекелер қатарына еніп отыр. Бұл күннің мәні де, мағынасы да ерекше. Осыған орай біз тыл ардагері Қорғанов Қабижан Қорғанұлымен тілдесуге мүмкіндік алып отырмыз. Сәлеметсіз бе? Келіп жеткен жеңіс мерекесіне орай сізге қояр біраз сұрағым бар. Бәріміз білетіндей, соғыс кездері өте қиын болды, барлығына ешқандай жағдай болған жоқ және көп мәселелер болды. Соған байланысты сіздің өзіңіз кездескен қандай мәселелер болды, қандай қиыншылықтар болды, сол туралы айтып кетсеңіз. Бірінші қиыншылық қара қағаз оқу болды. Жабылып жылайды шулап. Екінші қиыншылық енді тамақ жағы. Тамақ жағы нашарлау болды. Армияға соғысқа аттандырдық бар тамақты. Өзіміз тек әйтеуір күнкөріс құрттай ғана тек бірдеңе жейсің, оразаңды ашып, ар жағында шамалы осыра. Сөйтіп күнкөріс, сүт ішеміз ғой, сиырдың сүті бар, соны ішеміз. Арасында бір-бір стақаннан тартып береміз. О да қорек қойынды. Басқа қиыншылық сол. Сосын мал азығын дайындау болды. Мал азығын дайындау, бала, шаға, шал, шапыр әйелдер, солар жауылып барлығымыз пішен шауып, жинап, қысқы мал азығын дайындадық. Сол кездегі сіз өзіңізді жұмыстарыңыз туралы айтып кеттіңіз. Сол тылда қандай жұмыстар атқардыңыз, кім болып жұмыс жасадыңыз, қандай жұмыстар атқардыңыз, сол туралы айтып кетсеңіз. Мен 40-шы жылы шешеден жетім қалдым, бір. Соны жетім қалысымен мектептен қалдық, сосын бермеге шөтшік болды ғой енді. Бермеге шөтшік болдым. Со екі арада атпенен таймен жүріп, әйтеуір күн көрдім, жаман болған жоқпын. Әйтеуір ең болмаса әйтеуір бір қасық қаймағын жеймін ғой. Енді көксүт ішетіндері. Барлығын тек тәуір тағамдардың барлығын армияға жіберіп атсал соғысқа. Елдетім қылмайды. Көксүт өлестіріп береді, каждый үйге ровын қылып. Бағанағы айтып кеттіңіз, қара қағаз тараттым деп, сол кездердегі халықтың жағдайын сипаттап бере аласыз ба? Ол кездегі халықтың жағдайын сипаттап беру мүмкін емес. Шулап, жылап жатыр, құлап жатыр, Құдай сақтасын. Оны басқа бермесін, алға қарай. Сипаттап бере алмаймын. Қазіргі таңда соғыс секілді көптің өмірін алып кетіп жатырған індет, коронавирус атты індет кездесуде. Сол туралы ойыңызды айтып кетсеңіз. Ол туралы соғыс мезгілінде қандай болса, жұдырықтай жұмылып, немістерді жеңдік, мынанда сөйтіп жұдырықтай жұмылып жеңуге қойды. Біз соғысты көрмедік, көрмей-ақ білмей-ақ қоялық. Бірақ Қазақстанның жарқын болашағы, келешегі ретінде соғыс ардагерлері мен тыл ардагерлері арқылы тәуелсіздіктің қалай келген және қаншама қиыншылықпен келгенін түсіне білуіміз керек. Ата-бабаларымыз сыйға тартқан бейбіт өмірді сақтау әрбір азамат пен азаматшаның борышы. Ел үшін аянбай еңбек ету абыройлы міндет болып саналады. Ал жеңіс күні осы біздің міндеттеріміз бен борыштарымыз туралы еске салатын және де татулық пен бірлікті көрсететін, ержүректілікті паш ететін, тарихта мәңгі қалатын күндердің бірі ретінде саналады. Осы жылы ұлы жеңіске 75 жыл. Осыған орай елімізде ешқашан соғыс өрті болмасын деп айтқым келеді. Сіздермен бірге болған Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші А сынып оқушысы Қабижан Нұрсәуле.